қылыш қыстырылып қалған ғой, анаған қатты қыстырылып қалған, шығару қиын болып тұр ғой. Сондай темір енді анау металл ғой енді, алтын, сол металлға шығару үшін не қолданады, не істейді, қандай нәрселер қолданады. Жүзік емес па? Смазка деген жақсы, спальныйда әйелдің зат, ладно, ол затты әйелдер көп қолданады. Менің ойымша кейбір еркектер де қолданады, бірақ. Таптым. Пинцет деген жақсы вариант. Пинцет деген жақсы вариант. Заколкасы емес па, шашында? Пинцет логичный. Заколка. Бүйтіп ала салады қысып. Тағы да подсказка берші сен. Подсказканың бәрін бердім жігіттер. Ободок. Оны қыздар күнде қолданады, а кейбір ұлдар тоже қолданады, бірақ медицинский тұрғыда. Ол кисточка ғой. Сен хронды азайтып отырсың. Резинка. Резинка? Иә. Не резинка? Резинка, шаш болатын. Шаш болатын. Онымен қалай алып шығуы мүмкін? Шеттен тартты көтереді. Бүйтіп өткізіп жабысқан жерден. Ол қылыш өткір ғой, ол кеш жүреді ғой. Иә, кеш жүреді. Қылыштың қыны болады ғой сыртында. Иә, ол. Аптекаларда сатады. Аптекаларда сатады, және басқа магазиндерде сатады андай. Ол бір подсказка соңғы. Косметика сатады магазиндерде. Контрацепциялық өнім ба? Жоқ. Жола білмейді жүрмін. Білмеймін. Пудра емес, е? Пудрамен бүйтіп приштарын жоқ қой жүрсе. Ол шыға бересе қылыш. Эфирға дайынсың десе.